Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен дәмді әрі пайдалы горох сорпасын жасауды көрсететін боламын. Алдымен салқын суымызға етімізді салып, қазанымыздың қақпағын жауып, қайнағанша орташа отқа қоямыз. Біршама уақыттан кейін бетінде артық көбіктері шығып, оны жақсылап сүзіп аламыз. Енді қайнап тұрған суымызға ұсақтап тұралған пиязымызды, чесногымызды, сәбізімізді салып, қазанымыздың қақпағын жауып, тағы да орташа отта 15-20 минут пісіреміз. 20 минуттан кейін осы қайнап тұрған сорпалардың үстіне алдын ала 2-3 рет ыстық суда жуылған горохымызды саламыз. Горохты жақсылап ыстық суда жуғандарыңыз дұрыс. Отымыздың астын баяулатамыз. Дәміне қарай тұз, қарабұрыш, әртүрлі әмбебап дәмдеуіштерді де қоссаңыздар болады. Ол әркімнің өз қалауы. Мен аздаған мөлшерде осылай қосып шықтым видеодағыдай. Енді шамамен осы горохымызды 30 минуттай орташа отта, тіпті жай баяу отта қайнатамыз. Уақыт өткеннен кейін біздің горохымыз осылай жарылып піседі. Енді осы кезде ұсақтап тұралған картопымызды салып 15 минуттай тағы да пісіріп аламыз. Түрлі көк шөптермен турап бетін сәндесеңіздер болады, қоссаңыздар болады. Міне біздің горох сорпамыз осымен дайын болды. Өте дәмді шықты. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын. Сіздермен болған Фариза Тілеулес. YouTube арнамда басқа да рецепттерді көріңіздер.